біздер қатты нерв шеккен кезімізде магний шығып келеді. Қатты стресс, мысалға, депрессия, сондай кезде магний көп мұқтарда ағып кетеді. Әттегі біздер қатты қуанған кезде де магний денемізде көп мұқтарда шығып кетеді екен да. Оны толтыру үшін біздер не болуымыз керек? Күнде зелен жеуіміз керек. Шпинат та көп болады екен магний. Жемейміз, оны атызда өсіп тұрса да жемейміз. Солардың орнын толтыру үшін сол витамин, микромакро элементтерді алуымыз керек та. Ол жеген алғанымыздан болу керек. Енді сол мына магнийдің өзі табиғатта 4 түрі бар екен, табиғи түрі. Соның ішіндегі магний малат деген екінші орында тұратын магний малат деген түрімен істелген бұл. Бұл не қылады? Магний біздің нерв системасына тәсір етеді, ал водород болса біздің клеткамызбен су арқылы қанымызға сіңеді да, сөйтіп қан айналысы жасайды. Бірінші функциясы бұл қанды сұйылтатын қасиеті. Бірінші қасиеті. Қан сұйылған уақытында біздерде қан айналысы жақсы болады. Біздерде ең көп қылатын капиллярный қан тамырлар. Капилляр тамырлар біздің көзімізге көрінбейді. Біз тек ірі тамырлар көреміз, былайша биологиядан да көрсеңіз. Глюкозаңыз тырнап қанап кетеді, тырнамса, жығылса қанайды. Ол не деген сөз? Біздердегі майлы капилляр тамыры неғылады, жарылады. Сол бірінші проблема біздерде капилляр тамыр тығылған уақытында басталады. Именно мына магний водород неғылады, сол капилляр тамырдан бастап ашады. Сол ашқан уақытында бірінші күнде результат алып жатыр адамдар. Не үшін? Капилляр тамыр ашылған уақытында сол жерге питание барады да, сол кезде адамның нервы тыныштанады.